Менің панорамалық ұйымдастырылған іс-әрекетімнің тақырыбы қазақтың ұлттық ою-өрнектері. Міндеттері балаларға қазақ халқының ұлттық ою-өрнектері туралы түсінік беру, ою-өрнектердің мәні мен түрлерін көрсету, балалардың эстетикалық көзқарастарын дамыту, шығармашылық қабілеттерін жетілдіру, ою-өрнектерді қолмен жасауды үйрету, балалардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылықтарын арттыру. Қажетті құралдар: қағазда ойылған оюлар, бояулар, құрастырмалы оюлар, қазақтың ұлттық ою-өрнектері бейнеленген суреттер, сурет бояу және құрастыру материалдары, қалыпты ою-өрнектер үлгілері. Ұйымдастырылған іс-әрекет шаттық шеңберінен басталды. Жұмбақ жасыру арқылы балалар ою-өрнектердің аттарын тапты. Содан соң жасырын тұрған суреттерді таңдау арқылы балалар топқа бөлінді. Топтар қамшы, торсық, текемет және сандық деп аталды. Бұл топтардағы тапсырмаларды біз ата-аналармен бірігіп орындадық. Қамшы тобындағы балалар сымнан оюды мүсіндесе, торсық тобындағы балалар оюды жіппен бастырып, оюдың бейнесін жасайды. Текемет тобындағы балалар текеметті оюлармен безендіріп құрастырады, және сандық тобындағы балалар оюлы трафаретті қылқаламмен бояйды. Ата-аналар мен тәрбиешілер бірлесіп өткізген іс-әрекеттер балаларға үйлесімді тәрбие береді. Балалардың тәрбие алуында тек балабақша ғана емес, үй де маңызды рөл атқарады. Ата-аналар мен бірлесіп өткізілген іс-әрекеттер тәрбиелік әсерді күшейтеді. Мысалы, торсық тобындағы балалар әженің мейірімін сезіне отырып, әжеден ою туралы көптеген мағлұматтар алады. Ал қамшы тобындағы балалар оюды сыммен бейнелей отырып, әкенің бойындағы шеберлікті, дарындықты бойларына сіңіреді. Ал текемет тобындағы балалар анамен бірге текеметті оюлармен безендіру арқылы ананың жылулығын сезінеді. Балаларға оюлы трафаретті қылқаламмен бояту арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыттым. Қолданбалы өнер мен ұлттық мәдениетке қызығушылықтарын ояттым. Ұсақ моториканы дамыту және қылқаламмен жұмыс істеу дағдыларын жетілдірдім. Балалардың эстетикалық тағылымын қалыптастыру және түс таңдау бойынша білімдерін кеңейттім. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін балалар орындарынан тұрып бір серігіп алып, топ арасында орындарын ауыстырды. Өздеріне ұнайтын топтарға барып, сол топтың тапсырмаларын орындады. Осылайша орын ауыстыру арқылы барлық бала тапсырмалармен қамтылды. Ұйымдастырылған іс-әрекетті қорытындылау мақсатында балаларға сұрақ қойылды. Балалар сұраққа жауап беру арқылы ұйымдастырылған іс-әрекеттен алған әсерлерін ортаға бөлісті. Және де орындаған тапсырмаларын көрмеге қойып, шығармашылық қабілеттері үшін марапатталды.